жанымсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен жүріп сіздерден барынша қолдау күтемін. Біздің арнаға жазылы кетіңіздер достар, және видео лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы бір айта кететін, сіздердің арналарыңыз болса, YouTube арналарыңыз болса, менің влогыма жазсаңыздар болады. Қазір менің влог группам бар. Бұл жерден де сіздер FIFA Mobile туралы, PES Mobile, футбол жайында ақпараттар біле аласыздар. Ол жерде өзіңіздің де составтарыңыз, білмей жүрген сұрақтарыңыз болса, сол жерге жазсаңыздар болады. Бүгінгі видеода мен енді жақсы бір өте керемет арнамда өте жақсы қаралым жинаған видеоның бірі. Бұл енді өзіміздің қазақтар өте керемет қолдап жүрген осы өте керемет карточкалардың бірі десек те болады біз үшін. Басқаларына қарағанда басқаларына шыны керек көзіміз үйренді, бірақ енді қазақ футболшылар барында кішкене Исламхан, Зайнутдинов сияқты біздің футболшыларымыз осы жерде болып тұр. Сол да бір қуаныш. Сосын мен де қаралым жинап жатқан соң өзіме уәде бердім сіздерге осындай видеолар шығарып тұруға. Сондықтан да осы біздің келесі видеомыз болып тұр. Енді Исламхан, өздеріңіз білетіндей мен рейтингін қатты бір көтерген жоқпын. Қазір уақытта енді ойнап жүрмін. Арасына салып осындай бір керек жағдайда ойыншылар керек болып тұр. Сондықтан көтеріп бір жаңа сіздерге видео ретінде түсіріп жатырмын. Бүгін кішкене рейтинг көтереміз сіздермен бірге. Енді қатты бір көтермесем де барынша осы жерден ақшам бар кезде көтеріп алуды мақсат тұтып отырмын. Сондықтан да лайктарыңызбен қолдау жүріңіздер достар. Алдағы уақытта жақсы бір рейтингтерін көтереміз футболшыларды. Сондықтан да қолдау жүрсеңіздер артық етпейтін еді бір жағынан. Бүгін біз 85-ші рейтингке көтереміз. Бұл жерде 500 мың монета болу керек, қателеспесем. Бізде 600 монета, сондықтан да 1-8 рейтинг көтереміз достар. Өте керемет, міне көрдіңіздер, 85-ші рейтингке көтердік ойыншымызды. Былай скриншот жасап алайық. Енді бүгінгі бір қарағанда характеристикасын қарайтын боламыз. Характеристика өте керемет деп айта алмаймыз. Өзгермеген көп, 78 бір бағытта, ударда, сол бағыт, дриблинг ештен көтерілмеген, қатты бір білінбей тұр. Енді бұларда шыны керек былай айтқанда 100 қылған дұрыс деп ойлаймын. 100 болған кезде бір сапасын көре алатын ойыншылардың бірі. Алдағы уақытта білмейміз, бұған соңына шейін жеткізуіміз мүмкін, Алла қаласа. Сондықтан да қолдап видеоға барынша лайктар басыңыздар. Енді біз бүгін өз атакада ойнаймыз. Өз атакада қалай ойынды көрсете алады екен біздің футболшымыз 85-ші рейтингті Исламхан. Бауыржан Исламхан қалай ойнайды екен көрейік. Жақсы, бір енді мен өзім позиция цап, бірақ мен ПВО ойып отырмын. Болмай атса, қазір цапқа да қойып қарайтын боламыз екінші ойынымызда. Сондықтан бірінші ойынды кішкене қарап көрейік. Қалай біз енді өте жоғары рейтингті ойыншы тең кезет дейді, қазақстандық болуы мүмкін лигасына қарағанда. Жақсы, енді барынша Исламханмен ойнап отырсамыз, сондықтан да бұл жерде мен игоймен тиюі көрейін. Тек бұл жерде Исламханды көре алмай тұрмын. Бұл жерде Бәхім деп бізде салады енді бұны. Міне бұл жерде жылдамдығын көрейінші, мен жылдамды көп жетпейді дейді. Ой, бұл жерде итере салды тек. Исламхан 9-ші нөмірлі өте қателескен жоқ, мүлт кеткен де жоқ. Исламхан кішкене жылдамдығы жетпей тұр. Жылдамдығы міне бұл жерде солақаймен чепте өте керемет шыны керек. Бөлек білмеймін, 90-ші рейтинг көтерсең бұдан да жақсы ойнау мүмкін. Қателескен жоқ, өте керемет. Қақпаштан тағы бір айналдырып қарайық, топты қалай айналдыра алады екен біздің футболшымыз. Әттең бұл жерде қақпашы ұстап қалып тұр. Бұл жерде көп ұстамай қойып, топты алға түйіп жібереміз. Енді алда біз жеңіп жатырық. Енді көреміз, қарсыласымыз қазір тарсылдатып бір голдар соқып тастаса, енді бізге енді шанс жоқ. Сондықтан да барынша мүмкіндік жібермеу керек. Бізге енді көп момент бермей жатыр. Удар өте керемет, бұл жерде жақсы жасады. Игуаин енді келіп тұр, мен артқа жіберсем қазір
қағып түсіру мүмкін да, қақпаш. Бұл жерде TV салайық, пайда жоқ. Бұл жерде енді Сантос әттең. Бұны салсам әттең, бұл жерде Исламханды күттім, өз басым енді өтірік етпей қояң. TV салуыма болады еді, бірақ Исламханды соңғы гол соқса екен деп едім. Енді барынша көрінді, өте керемет, жақсы. Позицияда өте керемет ойнады. Енді бірақ та біз бұл жерге Исламханды өзінің позициясына қойсам, бірақ көп ойнамай айтсақ, достар. Шабуылға бір ойыншы, шабуыл шебіне қалай ойнайды кейін. Екі ойынның орнына ауыстырып қарайын. Өздеріңіз көрдіңіздер, Паулиноны мен вообще көрген жоқпын. Бірінші ойында көрінген жоқ, осылай Исламханды көрінбей қала ма деген ой болып тұр. Сондықтан да көрейік осы ойынымызда. Исламхан қалай рейтинг, 8 рейтинг көтердік, өте керемет. Сондықтан да қалай ойнап қояды. Шабуылда да ойнап жүрді, енді Қайраттың кезінде шабуыл шебінде өте жақсы ойнады десем болады. Бірақ та енді көреміз, қалай ойнайды. Біз енді позициясы, басқа позиция беріп отыр FIFA. Бұл жерде көреміз енді қалай болады екен Исламхан шабуылшы ретінде. Ал бұл жерде Серхо Сантос, бұл жерде баспен көтерейін. Исламхан қателеспеу керек, баспен ұрып қарады, бас. Бұл жерде енді өзі барса қате деп ойлаймын, сондықтан да түйеміз. Бұл жерде Исламхан екен, қателеспеймін әттең. Бұл жерде мен ойлаған жоқпын, шыны керек үйреніп қалған позициясына. Көрек, бұл жерде Сантос, қақпашы өз орында. Қақпашы өз орында жібермеуде. Бұл жерде қате оларды ойлаймын, сондықтан қате. Исламханға берейік. Исламхан финтімен жасады, айналып өтті, әттең жете алмады. Бұл жерде көрдіңіздер, қорғаушылар жақсы ойнап тұр. Енді итере салуда бой бір қалай айтуға болады, күші жетпеуде, қорғаушыларға күші жетпеуде. Агрессивный болып тұр да бұл жерде қорғаушылар. Шамашы ете алмауда. Бұл жерде енді Исламхан бір алыс жасап көрейінші, дальний көрейін, қалай болады екен. Әттең бұл жерде жасай алмады. Игоин енді ойын көрсете алмады. Давид Гарсия, көрдіңіздер достар, шамасы жете алмауда. Исламханның кішкене күш перспективі десек те болады. Енді қазақшасын былай аудара алмаймын, сондықтан да қуып ұстап қойдың. Игоин допты өте қатты ұстап қойдың. Енді Исламхан бұл ойында да дұрыс көрінбейді десек те болады. Шабуылда біз енді өте жоғары рейтингті шығып жатыр, сондықтан да қиын. Білмеймін, енді бұл жерде айта алмауы мүмкін, бірақ та мен үшін өте жақсы. Былай алдыңғы 77 рейтингке қарағанда кішкене бар, өзгеріс бар. Жақсы, енді алса бұйырса 90-95-терге жеткізетін боламыз. Достар, сіздерден барынша қолдау күтем. Қолдауларыңызды аямаңыздар, соңына дейін көріңіздер видеоны, сондықтан да сіздерден қолдау күтем. Арна жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Көп жан бізді тіркелмей көреді екен, сондықтан да жазылып кетулеріңізді сұраймын, достар. Тіркелсеңіздер алдағы уақытта бұдан да жақсы видеолар түсіретін боламыз. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.